Қарахан мемлекеті 942-1212 жылдар. Қарахан мемлекетінің құрылуы және жер аумағы. Қарахан мемлекеті жайлы деректер араб және парсы авторларының еңбектерінде көптеп кездеседі. Қарахан әулетінің шығу тегі Қашғарияда өмір сүрген қарлықтармен байланысты. 940 жылы Қашғарияның қарлық тайпалары Баласағұнды басып алып, Сатық Бұғрахан басқарған жаңа әулеттің негізін қалады. Осылайша, ғылымда Қарахан мемлекеті аталған жаңа түркі империясы құрылды. Болжам бойынша Қарахан әулеті атауы осы билеуші ұрпақтың арғы атасы Қараханнан шыққан. 999 жылы қарахандықтар орталық Азиядағы Самани мемлекетін талқандады. Самани мемлекеті дегеніміз орталық Азиядағы кезіндегі ыдыраған араб халифатының бір бөлшегі болатын. Самани мемлекетін талқандағаннан кейін қарахандықтардың шекарасы Амударияға дейін жетті. Амудария өзені қарахандықтар мен газнауилер арасындағы шекара болды. 10 ғасырдың соңына қарай қағанаттың аумағы қалыптасты. Қарахандықтар мен қыпшақтардың арасындағы солтүстіктегі шекара Балқаш, Алакөл бойымен жүрді. Қарахандықтар иеліктері батысында Мауреннахрды қамтыды. Мауреннахр дегеніміз Сырдария мен Амударияның аралығындағы жерлер. Сондай-ақ Жетісуды, ал шығысында Қашқарды қамтыды. Қарахан мемлекетінің саяси әлеуметтік құрылымы. Қарахан мемлекетіндегі билік екі тайпалық топ, Жігіл және Яғма ақсүйектері арасында бөлінді. Елді шығыс және батыс бөліктерге бөлінген өз қағандары басқарды. Шығыс бөлігінің қағаны жоғары билеуші саналды, оның ордасы Баласағұн қаласында орналасты. Батыстағы кіші қағанның ордасы Бұхарада, кейін Самарқандта болды. Осылайша Қарахан мемлекетінде биліктің қосарлы немесе тең құқылы қосарлы жүйесі қалыптасты. Қарахан мемлекетінде жер иеленудің иқталық жүйесі орнықты. Қағандар өз маңайындағыларға қызметтері үшін жер үлестерін бөліп берді. Жер үлестерін алған адам сол аймақтың немесе сол қала тұрғындарынан салық алу құқығына ие болды. Мұндай жер үлесі иқта деп аталды, ал иқтаны ұстаушылар иқтадар деп аталды. Қарахандықтарда иқтадан басқа мынандай жер иелену түрлері болды. Дінбасылардың жерлері вақыфтық жерлер деп аталды, жекеменшік жерлер мүлік, яғни мемлекеттік салық түріндегі жерлер. Иқта және иқталық жүйе феодалдық қатынастардың дамуына ықпал етті. Иқталық жүйе жаңа ақсүйек қауымын қалыптастырды, олар байып алып, қағандарға бағынбады. 11 ғасырдың 30 жылдарының соңында мемлекет екіге бөлінді. Ол біріншісі Мауреннахрдағы батыс бөлік, батыс хандық деп аталды. Екіншісі Жетісу мен Қашқар енген шығыс бөлік. Бұл екі бөліктің немесе екі қағандықтың шекарасы Сырдария өзенінің бойымен өтті. Исламның қабылдануы. Исламды қабылдау қарахандықтар дәуіріндегі ірі уақиға болды. Шығыстанушы Бартольд 10 ғасырдағы араб географтары түркілерді исламға мүлдем жат халық ретінде сипаттайды деп жазды. Алайда 10 ғасырда түбегейлі өзгерістер болды. Исламның таралуы Қарахан қағаны Сатық Бұғрахан есімімен байланыстырылады. Ол түркілердің исламға өтуіне дейін-ақ жаңа дінді қабылдаған болатын. Оның ұлы тақ мұрагері Мұса 960 жылы исламды мемлекеттік дін деп жариялады. Мұса қағанның исламды мемлекеттік дін деп жариялануына себеп болған жағдайлар: ислам дінінің көмегімен өз билігін нығайтуға ұмтылыс, мұсылман елдермен байланыстарды кеңейту, мұсылмандар қоныстанған аумақтарды қосып алу. Қарахан мемлекетінің құлауы. Қарахандықтардың екі бөлігі арасындағы өзара қырқыстар мен орталық биліктің әлсіреуін көшпелі Қарақытай немесе Қидан тайпалары пайдаланды. 12 ғасырдың бас кезінен бастап Жетісу үнемі Қидандардың шапқыншылығына ұшырай бастады. Жетісудың негізгі аумағындағы саяси билік Қарақытайлар қолына өтіп, олар қарахандық билеушілерді өздеріне тәуелді етті.
Алайда қарақтайлар тек салық алумен ғана шектелді. Қарақтайлар қарахандардың, яғни өз бодандарының мемлекеттік құрылымына, дініне, мәдениетіне тиіспей, мұрагерлік қаған билігінде сақтады. Соған қарамастан қарақтай үстемдігі қарахандықтардың саяси құлдырауының бастамасы болды. 1210 жылы наймандармен күресте шығыс қарахан әулеті талқандалды. 1212 жылы Самарқанда Хорезм шахы Мұхаммед батыс қарахан әулетінің соңғы өкілін тағынан тайдырды. Бір кездегі аса қуатты қарахан мемлекетінің тарихы осылайша аяқталды. Қарахандық кезең мына тұрғыдан сипатталады. Түркі тайпаларының экономикалық және мәдени өмірінде оңды өзгерістер орнықты. Көшпелі түркілердің отырықшылануы белсенді түрде жүрді. Қалалар мен қала мәдениеті дамыды, иқталық жүйе қалыптасты, ислам мемлекеттік дін болып жарияланды, араб жазуы қабылданып, біртіндеп көне түркі жазуын ығыстырып шығарды. Қарахан дәуірінде тілі мен мәдениеті ортақ этностардың қалыптасу үрдісі жүрді.